Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қара өріктің осындай тосабын көрсетем. Қайнатуды қажет етпейді, өте оңай, қарапайым жасалады. Ең алдымен қара өріктерімізді жақсылап тазалап жуып аламыз. 2-3 қайтара жуамыз, жапырағынан, жаңағы құрт түскен өріктерді барлығын тазалап, осылай әдемілерін алып аламыз. Пышағымыздың көмегі арқылы сүйегінен дейміз, әр жерде әртүрлі дейді, яғни тұқымынан дейміз ішіндегі. Осылай ажыратып аламыз. Жалпы сары өрікке қарағанда қара өріктің ішіндегі сүйегі алына қоймайды. Осылай пышақ арқылы кесіп, әдемілеп алып тастаймыз. Тұқымынан ажыраған өріктеріміздің барлығын ет тартқыштың көмегі арқылы жақсылап өткізіп алатын боламыз. Және де қысқаша айта кетейін, қара өріктің пайдасы өте көп. Құрамында темір болғаннан кейін, яғни анемияға пайдасы бар, қан қысымын реттейді, үлкен кісілер болса, қандағы холестеринді төмендетеді. Қыстың күні тұмауратқан кезде, яғни иммунитетті көтереді. Өте пайдалы тосап десем болады. Және енді бізге керек 2 дана лимон керек. 1,5 дана лимон салсаңыздар да жеткілікті. Мен 2 дана салдым. Жақсылап сыртын жуамыз, ысқылап, ыстық суға салып жуып аламыз. Әдемілеп мен сыртымен бірге тартамын. Осылай ішіндегі тұқымдарын алып тастаймыз. Және де мен апельсин пайдаланып жатырмын. Ол міндетті емес, тек лимонның өзімен жасасаңыздар болады. Мен үйде болғасын пайдаланып жатырмын. Оны да дәл осылай ет тартқыштың көмегі арқылы сыртымен тартып тастаймын. Сыртын алып жатсаңыздар да болады, бірақ енді сыртында С витамині бар. Сол себепті сыртын жақсылап жуып, осылай пайдаланамыз. Енді тосабымызға салып, араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл жерде қара өрікте лимонда қышқыл, сол себепті қантты мол саламыз. Яғни 1 килограмм өрікке 2 килограмм қант салсаңыз болады. Мінекей жақсылап қантты салып, араластырамыз. Мен ешқандай өлшеген жоқпын. Жаңағыдай сапар кесемен 5 сапар кесе салып, араластырдым. Тәттілігін көрдім, қышқылдығы басымырақ болса, қайттан кішкене қант салсаңыз болады. Қантты салғаннан кейін міндетті түрде араластырып, еріген күтеміз қанттың. Себебі барлығы астына тұрып қалуы мүмкін, қантының араласпай. Жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған тосапты қысқа банканы парлап, жауып тастауға да болады. Мінекей тосап дайын болды, ас болсын. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер.